бір болды қолдағанда. Шараттан жарылғаса жаппар болды, кім бөгер көмейімнен аққан жырды. Ағайын төріңізге қайта келдім, бұл сахна ел үшін тақтан құнды. Айтпақшы осы айтысқа келер кезде Бексұлтан бір тарихи ақпар білді. Құнанбайдың келгені сыр еліне былай деп қариялар мақтан қылды. Елдегі Аппас Мырза байларымыз көңілін Құнекеңнің шаттандырды. Қайтарында болжам бата беріп, тауып қатер тіл көзден сақтандырды. Сол сапарда Құнанбай қажа танып, тарихқа тағылымды ат қалдырды. Ей маған да тілекші бол сырдың елі, сейітті көңілімнен бақпан мұңды. Құнанбайға берілген ақ бата мені абайдың айтысына аттандырды. Қалса ақындардың шабы тәні, атады ақиқаттың әлі таңы. Адамдыққа бастайды абай жолын, адамдықтан жиренген жаны тәні. Оқыған негізін бойыңа даналығын дарытады. Қанша заман өтсе де бұл қазақтан кеткен жоқ жалқаулықтың әлі табы. Қылым қылмай бойыңмен сауық қусақ, еліңнің ертеңін кім дамытады. Хакімнің жазып кеткен мол мұрасы ізгілік туысына жарытады. Араб, парсы, түрік, қытай тілдерінде сөзінің ашылудан мәні тағы. Қаншама елдерде бір ескерткіші болған куә өзен көл тауы талы. Абайды білмейтіні кей жастардың екі бетті аяздай қарытады. Ей тұлғаның тағылымын зерделесек тарихтың тамыр тінін ағытады. Ей біз абайдың әлемін тани алсақ, абайымызды әлемге танытады. Ей жамағат жиналғанда жанашыр кең, ақынның сенетіні алашым сен. Ағашты сабалаған ақындардың алтынға жүріп жатыр талас үлкен. Жас кісі болса, жасы кіші болса да жақсы айтыста, екі ақындың берілер бағасы, береді ау бағасын кең. Тарихтағы сараның айтысында болыпты бір жан деген ағасы үлкен. Дүние кезек деген осы емес пе, осы жолғы бір жанның сарасы үлкен. Ей дәурен баста тұрмайды мәңгі мына, айтпасам да белгілі барлығыңа. Сарыарқаның төрінде сарапаммен айтысу жазылыпты тағдырыма. Аман есен өлсем ғой осы айтыстан, шаттық күлкім бұласпай зар мұңыма. Сарыарқаның сандығын ел біледі, өнердің қызмет қылған сан қырына. Талай өнерпаздарға шапан жаптың, айналған бір-бір елдің даңғылына. Балғынбек Жандарбекке жатқаныңмен, көз салмадың біздердей балғынына. Мейрамбек Тоқтарларға кигіздіңіз, қазақты қанық қылған ән жырына. Ей атақты атақсыз деп бөліп жармай, мейірімді бол Алланың әр құлына. Көптен бері жүрміз ғой үміт етіп, апамыз сыйлай ма деп сәнді мұра. Біз дегенде саусағың ашылмайды, түсінбедім осының барлығына. Сіздің осы сараның сандығы ма, жоқ әлде сол сараңның сандығы? Құдай-ау, мынау не дейді? Шығарсап неге даттайсың? Шумаққа шумақ мінгізіп тақылдап ауыз жаппайсың. Дауысың қандай ащы еді, енесіңнен адасып маңырап қалған лақтайсың.
сыпыр етпей жатқайсың. Мұхтар ағаң келгенше залогта тұрған заттайсың. Тәубәмә келем дегенде кимегеніңді кигізіп, сыймағаныңды сыйғызып, жарқыратып шығарам, қорықпа, ұзақ жатпайсың. Жомарттығыңды көресің, айтыстан кейін мақтайсың. Сен айтқан менен сараң деп, сүйеден мені сарам деп, әлемді жеті айналып әпкені мендей ой таппайсың. Тасқында жырым, тасқында ақсұң қарғыздай қызыңмен талпынды ұшқан ақшынға. Ақындар келді айтысқа, құмарлы құнды сөзіммен құнанбайұлы Бастолға. Доданы аңсап келгенде, Ақсарайға енгенде, сіздерге қызмет қол соғу, жыр төгу бізге тапсырма. Егеменнің тойында, еркесілдің бойында, атарытып жан-жақтан келіпті жайсаң жақсында. Сарапан бір жан серіңнен, тәуелділіктен жеңілген, тәуелсіз елдің сарасын ешкімге жұртым бастырма. Тілеуімді тілейдің, барлығы маған достылға, мәреңдегенім сайландым, ықыласыңнан айналдым, шапалақтарым тұрғанда, керек жоқтау қалтасында. Қазағым менің еңселім, қызғалдағым мен сенің, ой жазып өсіріп шығатын, қошеметіңнің астында. Жырларымдайын балдырған, атаулы сөзді айталмас, атасын білмес антұрған. Айтулы дода шақырды, айтыскер барлық ақынды, тәуекелге тас жұтып ақ сөйлеуге талпынған. Сахнаға шықсам жарылған, сарасын іздеп сағынған, айналып қана кетейін жамағатым жалпыңнан. Алдым домбырадай додаға, айтыстай үлкен жобаға, 7 жыл кеттім қатыспай, танытып біраз салқынған. Жүрсін ағам алдырып, әужекең қоңырау шалдырып, сыр жақтан алдым баспайды, баяғы қалмай қарқыннан. Астанда жүрдім аман ба, асығып жеттім сағанда, жетпе-жекте сен үшін жебедей болам, тал тартылған. Будақ-будақ шаң қалсын, шапқан кезде артымнан, шумақ-шумақ сөз қалсын, таразыға тартылған. Шабыттанып шайқайын, қалайша тойдан қайтайын, жүйрігімде дайында, жүлдемді анау алтыннан. Дүниемен пейіл тең емес, барлық бәйгеден кем емес, ақ бата алсам алдымен алтыннан қымбат, ей халықта. Жүрген жоқпын күн үшін, қара қызға жұтталған, қара бала қалайсың, қызыл орданың жеміскен, мақтадай аппақ күрішін. Алтын домбыра ұшытқан, Мұхтардың кепсің орнына, сөзіңнің сапта дұрысын. Мұхтар неге келмеген, жүруші елдің алдында, сарадан қорқып қалдым ма, түсінбедім тұрмысын. Кетірмет мені жеңе алмай, қоймайын деді-ау кек алмай, зымырандай зулаған жіберіпті інісін ішінде кетіп тірісін. Қазіргі жастар абаллап, айтысады екен табалап, 7 жылдан соң айтысқа келмемедің бұл үшін. Айналайын әужеге, қадіріңді кеш білдім. Айтысып жүргенің жақсы еді, ауысып кетті ай жұмысың. Қарындасым деп аялап, жүрушең бізді саял, жүрушең маған саябақ, болушең маған саябақ. Аналарды көргенде тарылады айтымысың.
Ағаларға зар болдық, балаларға пар болдық, кейінгі жас балдарға қараған күнің бей құрысын. Тұрғанда бейім мінбеден сөз сөйлеу сәті бұйырып, Нартәуекелдің фатасын тағы бір көрші иіріп, қаймағын алған сүт құстап, қалмасын сөзіңнің сұйылып. Әріпі секілді, екі аяғын алшайып, сұрақ белгісі секілді, қылша мойның иіліп, тауып айтсаң күйіндіп, тауып айтсаң сүйіндіп, жан-жарың мен балаларың жолыңа қарап отырау, жеңіспен сені келеттеп, жұдырық ұстап түйіліп, ал енді кезек берейін, Раббым Аллама сыйынып, тай бұрылдай үзілші, бойыңа күшті шиырып, жотаңнан аққан қара тер құймыш жағыңа, ей құйылып. Сөгілсін терін дейді ау құйымшақтан, жүйріктің біреу келім биыл шапқан. Ал сараға көрейік жауап беріп, әр сөзінің артынан құйын соққаны. Кермедегі кераптай ертелгенмін, жеңем деп сыр бойына серт бергенмін. Сұрақ белгі емеспен айналайын, ет белгісі боламын деп келгенмін. Жыл соңында өтетін додамызға қатыспай біздер қапы қаламыз ба? Мұхтардың орнына келдің дейсің, бір келісім бар шығар арамызда. Ат тұяғын таймасар демейді ме, осылай айтпақ еді бабамызда. Ағайын қайдай жастау болсам дағы, тапырақтап қалмаймыз қарамызға. Тоқтамысын сарасын тоқтатуға біздің де жетіп қалар шамамызда. Мұқтарды тауып бер деп, алып кел деп, жармасып отыр міне жағамызға. Жеті жылда бір келіп тиіспей отыр, бір жылда бір келмеген ағамызға. Бұрынғы үлкендерге өкілсіз қойы, дәлдігі жетпейтін сөзі өтімсіз қойы. Жас кезде жалынып ет қаратпаған өмірдің ошағына отынсыз қойы. Әсия апай текемет болған болса, сіз содан кесіп алған тоқымсыз қойы. Бұл күнде жастар шықты деп айтасың, әңгімені бақ шығарған шетінсіз қойы. Кезінде өзіңізде жас болдыңыз, ал қазір екі ортаға көпірсіз қойы. Аспаннан 39 жаста түскен адам құсап қаңғалып отырсыз қойы. Қолдан алай болып ет бұрынғы айтыс, шамам кетсе тағы да сығымдай түс. Балаларға қараған күн құрысын деп, біздерге бақырмаңыз бірыңғай тіс. Мағжан сенген жастарға сара сенбей, бір түрлі қызық болды-ау бүгінгі. Күн сүйсініп айықшатын Мұхтар ағам емес ет байғұс ақын. Менің ағам негізі ақ көңіл жан, қатты қыспай адамды жайықсатын. Талай рет өзіңе де жол берген ет, көргенде толқымастан бәйгісатын. Мен де бүгін тақияға тар келмеспін, шайырен аузынан май құсатын. Барақынды қатырып жеңіп алсайық, түгендеп отырамыз қайық сәтін. 7 жылда үйренген әдісің ба, айтыстау жоқ ақын мені айтыса.
қойсаң, сізге енді көңілі жайнамайды. Жол менен жөнді білер ақынсыз ғой, қазанатты қазыққа байламай. Кімдерде көңіліне күз боп қайғы ақындар босағанды ізгақтайды. Еміреніп айтқан соң елдің жайын, жамандық жанымызды мұздатпайды. Қашанда руханиятқа жанашырлары жараның бетін ашып мұз жақпайды. Айтыстың тоқтағанын қалай тыңдар, олар ұлттық өнерге міз бақпайды. Қазаққа осы айтыстың керегіне деген сөз жанды қалай сыздатпайды. 50 жылғы еңбегін Ермановтың мына халық құлатып құзғатпайды. Арнасы бары көрермен мың мақтайды, жүз жақтайды. Қара суық болса да қазақ айтқан қарқыны қатты өзенге мұз қатпайды. Бұрышын қиын екен тақап алған, мен емесім қолына бақан алған. Сара мен Айсуда оңай емес, талай жерден аталған атақ алған. Мұнымен айтысқандар жарты сағатта қарағат шаққандай боп қатақ алған. Көкейіне келген сөзді айта алған, қолына берген затты сата алған. Бұл қазақта өзімдей ақындар аз, өнер мен бизнесті қатар алған. Айнұрдайым ұстазынан батан алған, біздерге сіздей болу ақау арманы. Қорқам кейінгі жас балдардан қорқамын деп, ойға батқан абайдай атам алуан. Кейінгі жас балалар осы күні қорқып жүр алдындағы апаларына. Атамды бүгін Құдай жеткеліпті, сағынып елдің қамын жеткеліпті. Айтысқа шықпаса да құр жүрмепті, бүгінде біраз шаруа реттеліпті. Будақ-будақ өлеңді төгіп жатыр, сөзге шебер ақын ғой сертке мықты. Сарадосы жүлделі бағылайдау кезінде менсінбебет көп көлікті. Белес келіп айтысқа үйтіп кесін, сақына менің өз үйім деп сәні бар бұл сараның сараланған, әні бар құрғамайтын гонорардан. Көп әншінің ішінен ерекше боп, дауыс жоқтығымен дараланған. Қыз ұзатып аз десең келіп күтіп, қазір той ауыспай тұр саралардан. Ендеше апамызға сөз берейік, қажетті халықтың қажетіне жараған жаны. Қалай жылап тұрып ұзатып талай қызды, ақшасын күліп тұрып санап Тақылдар қоймадың қой тақтақ құсап, қатырады екенсің тақпақ тұсақ. Дауысы жоқ әншілеп мазақтайды, аузыңа жіберейін бақпақ тұсап. Ол рас қыз ұзатам той үстінде, жастық шақ қайта келмес тәтті шақ. Көп адамдар арындап шақырады, сен оны түсінбейсің даттап тұсап. Тойға шығып қыздарды ұзатпасам, бойға шығып кетпей ғой шапкап тұсап. Қарағың сен өзіңе қарап алшы, отырсың жауған қардай әппақ құсап. Бет ашарда домбыра дыңғырлатып, айнал арнаумен байлар қашқан мақтап құшақ. Аузыңа сиятын сөз айтпадың ау,
қақпағынан шаласқан қазанынан шаласқан қақпақ құсап бір емеспін ініні тебетіннің бауырмау неліктен көбі кірдің жастарға сенбеймін деп айтқан жоқпын сендер үшін уайым жеп отырмын үй тіккенсің шықтың дей сахнаға ағалар шақырғасын кеп отырмын үйсіз жүрген жастардың жағдайын жоғарыға жеткізсем деп отырмын әже осы елдің ертеңіне сену керек ертеңге кредитсіз ену керек үйі жоқ үй салатын жері де жоқ қазақтарды көзіміз көру керек үйленбей бойдақ жүрген жастарымыз неліктен көп нәрсені жеңу керек президенттің өткенде тапсырғасын енді байлар футболға көңіл бөледі ағайын сол байлардың басын қосып ақшасын сауапты іске бөлу керек үйленген жас жұбайлар Ақтаудың төріне кредитсіз қону керек қораштырып 10 жылға береміз деп бәріне баспаналық беру керек егерде баласы сүйіншіге сол қарыздың 1 миллионы кему керек ұрыссаңдар үйді алып қоямыз деп ажырасуды осылай жеңу керек осы айтқан бағдарлама жүзеге асса қалалар қандастарға толу керек 20 миллион болып тұрған қазақ саны 10 жылда 40 миллион болу керек ел боп тұрмыз кемесін қайық қылған жер боп тұрмыз төбесін ойып қылған аттап басқан қадамын ақша боп тұр байымын деген ойдан айықтырған мысалы салықтардың пайызымен біздің ел мезі болды айыппұлдан бірақ штраф бейшара таксистердің 7 күндік табысын жойып тынған камерамен аңдытып одан қалса гаилер жүр қалтақты шайып тұрған біреудің 500 мыңдық көлігінің штрафын 1 миллионға лайық қылған айыппұлдың өз емес мәселе оның көлемі ғой төбемді ойып тұрған салықтың да пайызы кит секілді балықтың көлеміне сайып тұрған онсыз да әр тиынын санап жүрген елге әр тиынын бетіне айып қылған салықтың салмағы ғой талай майда шүйде кәсіпті майып қылған налогпен штраф салып елді қинап кімдер екен шынымен байып тұрған салық құны халықтың пұлыменен бюджетіңді толтырып байыптырған мен кейде бюджетіңе таң қаламын жиған терген дүниеңді ұғайып қылған қаққандаған соққанда сөлін алып өз еліне алақан жайып тұрған жұртымның кіріп шығып сырт ішіне қараймын жағдайын оушым түсіне қарызға елді емдеп жатыр екен қалайды бұл күніміз жасырындау бұлт ішіне қарызға нан бергенді естуші едік қарайды бұл сұмдыққа кім түсіне денсаулыққа салатын ақшасы жоқ проблема қаржы болып тұр мың кісіде ал ақшаны табатын денсаулық жоқ ауру кесе қарамас түр түсіңе жай ғана стоматологқа кіріп шықсаң кем 30 мың сұрайды бір тісіңе арғы жағын есептеп көріңдерші 32 тіс бар ғой бір кісіде
türlü avruk etken çürüt içinde. Odanda dəlilleri arzanlasın, şılın şirkeyi jasırmayın yurt içinde. Tegin emdew gerek koy karızlı emes ministerlik arlasın oldu sizinle. Herkese Koreya ve Türkiye'de yemderi bülgünü de jirkişeri. Den sağlığın olmasa sorguluk koy dünyanın oransan da bölgüsünde. Memleketlik baylığı adam bolsa nağız baylık den sağlık şıngısıge. Oğlumda karızlı emdek külgü olsan urmaktık zar bolarsın külgüsüne. Sübülü söz ütsümdür sarahından, жағымды ой айтайын оң жаңадыңнан. Махат талғадағалар ортаңда отыр, кәсіптегі қос бірдей дара толған. Бір көлік біреуі үй тігіпті, алыпты да қаншама ана туған. Жақсының жақсылығын айту керек, ақшасы қазақтыққа жаратылған. Әйтпесе біздің елде байлар көп қой, шетелдік звездалармен таңатырған. Екеуіне қос қолдап қолды соқшы, қазақ үшін өмірін жерге қойған. Өмірі айтысқан демеуші ұлттық рухын бөлмесін деп отырған. Сынбасын Бексұлтаның бүгін сағын, айтыстың келтірдің ау бүгін сәнін. Әпкеңді тоқым дедің, отыр дедің. Ыңыранып отырсың ыңыр шағым. Сахнада жоқ адаммен айтыстың деп, өзің келі ұрындың ұрын шағым. Жер жаһанның ұйқасын жиып теріп, қайтайын желбіреп тұр тұлымшағың. Әпкеңнің де ақылын тыңдай білші. Бұл сенің өтіп кетер қыңыр шағың. Қос көзіңді тас деп шаба бермей, қос құлағы қалқиған құлын шағың. Орындайын тілегін, Бексұлтандай баланың. Әрбір айтқан сөзіңе сарағыз берет жауабын. Дәмелімім деп айттың ғой, сандығынан сарағын. Өзімде ойлап отырем, қарпа басталдың шығаса, мен жайлы жоқ хабарым. Кеше-кешке Бексұлтан, сенімен шығат дегенде бір жақсылық қалмаладым. Қонағым ғой деп бір күнгі, бір қуантуды қаладым. Шай құятын қыздарға дайындатып қоймен бері шыңдар қарадым. Берейін қазір жауабын, басына тақия кигізіп үстіңе шапан жабамын. Абай атамның ағайын, алмай қалды жас күнінен. Осындай сөзді табамын. Айтыста жүрген бағабым, алтын досымның шәкірті таудай болса екен талабым. Ey sandıkka salamın деп іргем жұрттың.
Sodan soң шапанды алып бірден жеттің. Айтыстың шарты ой деп айтып едім, міндеттеп мойныңа ілген жоқпын. Өзімнің де аузым дуал еді, осынша тез боларын білген жоқпын. Мұндай сыйлық алмайсың кез келгеннен, тіпті киіп көрмеппін өз жеңгемнен. Ей, уәдені беріп ап қайып тұрған, қалай бастық сымақты көзбен көрген. Сізді ескер адамдар көп болса екен, жауабын сөзбен емес көзбен. Шапанды бергеніңе, сарапты ел сүйсінсін еңбегіңе. Қызылорданың 10 күндік концертімен кетіп барам Европа елдеріне. Келіп тұр осы жерде рет шама, кәдестейді жасауды білет сара. Ағайын қошеметтеп қойыңдаршы, дәл осындай шапандар тігет сара. Шапанды бұйыр сөзден көреді Швейцария. Бет ашасың дедім бе түршігіп қой, талайды әзіл сөзбен шымшыдық қой. Жасырының жабығар ештеңе жоқ, бет ашар бет ашылған тіршілік қой. Өлеңім ары қарай ұласады, татулық болса бірлік қырасады. Ақын сара ұзатқан арулардың бетін атын ашпағанда кім ашады? Ортақтасып тойына 2 жастың, талай келіннің бетін аштым. Сарада келін күтіп кетіп қалмай, мүмкін болса шай қойып етін ассың. Ей, тілегім алауыз боп артын ашпай, ақындар ақ келіннің бетін аштым. Бетін аштым. Ағай, әр ойландым, бер ойландым, ойланып болғаннан соң та ойландым. Отан деген басталар отбасынан, отбасын сақтауы керек қалай дәргім. Ей, қазір жастар, осы сөзді кей жастар түсінбей жүр, қара шашын ағардық самайлардың. Телефонмен танысып үйленеді дейді, сосын бұл іске қалай бардым. Әулет емес мән беріп әуретіне солай сағысынуда талай жанның. Үйлене сап келіндер кетем дейді, күйеуіне деп айтап табай барғын. Әй балабай күз қиналады, ел ортада жөнін таппай қай жаққа қарай лаудың. Ажырасу қоғамның ауыр дерті, бірақ оған атысты қарай дәргім. Әлеуметтік желісіз әулет құрған заман өтті әйгерім абайлардың. Әй баласы интернатта оқып жатыр, интернеттен танысқаны қалайлардың. Кәдімнің 180 жылын орай айтатын сөз мабай, жыр мабай. Іші қуысып адамдар әр жерде бар, ішінен жын шығатын құмырадай. Мыңмен жалғыз алысқан еді кеше, миллионға үлгі болды бүгін абай. Хәкімнің шын есімі Ибрахим ағай, айтпай кетем мұны қалай. Құранды оқысаңыз білесіздер, Құранды оқысаңыз Ибрахим пайғамбардың ерлігін білу оңай. Ол Мекке қаласынан хатта салған, шартарапқа шашылған шұғыладай. Пайғамбар болмаса да Данабайдың жүрегі жаратқанның нұрына бай. Қара сөздің қапасын салып кетті-ау, қалың ел бет түзейтін құбылай. Етпесен сөзімнің қандай құны бар. Сөзіміз қалсын халыққа, көзіміз бір күн жұмылар. Адамдардың бәрі деген абай сөзінде адамдардың шығы бар. Тарихқа көз жіберсек қабірдің қалай сыны бар. Әлихан мен Ахмет, бейімбет Сәкен Мағжандар отынды сүйген ұлы бар. Бір жақтың кешегі оян қазақ дегенің
Америкадағы қызға басы кеткен баланы тастау керек жөндемсің. Таксиге отырдым деп мас күйімде Садреддин ән салып жүр сендер үшін. Шаман төңгір аспанға деп сайраған Нәйтуанның көрсетті пендек үшін. Бөтен сөзбен болғаған сөз арасын естілу керек жастарды емдеу үшін. Ол үшін сен тыңдарман қалғанды бол. Абайға ер насихат бермек үшін. Ғұмырын Құран менен хадиске арнап жыр жазған жастарға үлгі бермек үшін. Біз ермек қып жүргенде азғындықты Абай өлең жазбаған ермек үшін. Жырсынағанды айттың ғой, жақсы адамдардың ізі үшін. Жүрсін аға қолғанды батыр бабамның ізісін. Найзасының ұшысын, қылышының жүзісін. Ақындар жүлде алмаса, жүрек ауру етсіз үшін. Арқадан баққан бір сөзін, үлкен жүлде ғой біз үшін. Жүрсін ағамды көргенде, арыстанба деп қалам. Баптаған ақындарыңды барыстар ма деп қалам. Ақындарға өзіңдей жақын бар ма деп қалам. Ауыртып қойған өзіңді ақындар ма деп қалам. Махамбеттің өлеңін жүрсін ағам деп қалам. Жүзге дейін ортаңды жүрсін аман тек тағам. Алматыда өзіңді таксистер ұлған осы өнер. Ренжітсе егер өзіңді аяулы аға кеше көр. Жалғыз ұлым деп жырлау жем ұрпағымның боп өсер бер. Бақыт Жамал апаммен бақытты ғұмыр кешер бер. Ертегіме сенемін. Шағып айтқан сөздерім шындайшы деп едім. Үлкендігімді көрсеттім, қыран жоямын демедім. Ақ сүйегілер айтыстың болашағы сен едің. Айтысты мен де қоямын, алғаннан көп қой берерім. Бұлбұлдай сайрап сахнада қашанғы жүре беремін. Ал Бексұлтан қошаман, жаңылсын саған жасаған. Әткеннен саған тілек сол, өркендей берші өрендім. Баласы интернатта оқып жатыр. Интернетпен танысқан талайлардың дейді. Меніңше ойланатын сөз, қоғамды ойландыратын сөз. Бір ауыз ғана сөзбен қоғамды ойландырып тастаған біздің Бексұлтан Оңбасаров апайымыз. Бексұлтанды аялап, ару апасы болып, құрметтеп, жақсы айтыс жасаған сара байтамыз. Екі тоғыз қалғаны